Hello everyone, how are you? Let's start our lesson. Арнама қош келдіңіздер. Сабақтарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Today we have exercises from activity book, page 29. Exercise 9. Write the days. Күндерді ретімен жазып шығу керек. Monday, дүйсенбі. Tuesday, сейсенбі. Wednesday, сәрсенбі. Thursday, бейсенбі. Friday, жұма. Saturday, сенбі. Sunday, жексенбі. Яғни әріптерді шатастырып берген, содан дұрыс апта күндерін құрауымыз керек. The next exercise 10. Look, read and circle. Яғни оқып, қайсысы дұрыс екенін белгілеуіміз керек қарамен жазылған сөздерді. First, Alex gets up or gets up at 8 o'clock. Alex таңғы 8-де тұрады дейді. Демек, Alex бізде бала болып тұрғандықтан, үшінші шақ жекешеде етістікке S жалғауы жалғанады. Alex gets up болады. The next sentence. Sue brushes her teeth every morning. Яғни, Sue әр таңертең тісін тазалайды деп тұр. Тісін жуады. Яғни, бұл бізде қыз немесе ол балаға жекеше түрде S жалғауы жалғанады. Brushes болады. Бұл бізде present simple, жай осы шақ ережесінде бар. The next sentence. They sing songs in Mr. Hill's class. Олар Mr. Hill'дің сыныбында ән айтады. They'ден кейін біз етістікке ештеңе жалғанбаймыз. They sing өзі болады. The next sentence. They play football on Fridays. Жұма күн сайын олар футбол ойнайды. Көпше түрге play өзі қалады. The next sentence. Tom his homework in the afternoon. Том жұмысын түстен кейін орындайды. Tom does қоямыз. Себебі бізде жекеше түрде тұр. Бала болып тұрғандықтан does қоямыз. Next sentence. They ride their bikes in the afternoon. They'ден кейін біз етістікке ештеңе жалғамаймыз. They ride болады. Next, exercise 11. Make questions. Яғни, берілген сөйлемдерге дұрыс сұрақ қоюымыз керек. Бізде present simple осы шақта сұрақтар do және does арқылы сұрақ қойылады. For example, біріншісінде they play football on Sunday дегенге, олар жексенбі күні футбол ойнайды. Осыған сұрақ қою үшін they'дің алдына біз көпше түрге do қоямыз. Сонда do they play football on Sunday? Yes, they do. Next, the second sentence. He gets up at 7 дейді. Ол 7-те тұрады ма дейді. Яғни бізге бала болғандықтан, he болғандықтан алдына does'ды қоямыз. Does he get up at 7 болады. No, he doesn't. Next sentence. They go to school on Saturday. Олар сенбі күні мектепке барады. Енді барады ма деп сұрау үшін біз they'дің алдына do'ды қоямыз. Do they go to school on Saturday? No, they don't. The last question is, we eat dinner at 6 every day. Біз кешкі асты күнде сағат 6-да ішеміз. Енді сұрақ қою үшін we'дің алдына do қоямыз. Do we eat dinner at 6 every day? Yes, we do деп жауап береміз. The next page, exercise 12. Read and write the correct day. Оқып, мына жерге күндерді дұрыс қоюымыз қажет. Аяулым does a lot of things every day. Аяулым күнде әртүрлі қызықты нәрселермен айналысады.
On Mondays, she has a piano lesson. Дүйсенбі күні ода пианино сабақтары бар. On Tuesdays, she helps her mom. Сейсенбі күндері ол мамасына көмектеседі. On Wednesdays, she visits her grandma. Сәрсенбі күндері ол апасына барады. On Fridays, she watches TV. Жұма күндері ол теледидар қарайды. On Saturday, she goes to the park and plays football with her friends. Сенбі күндері ол паркке барып, достарымен футбол ойнайды. On Sundays, she does her homework. Жексенбі күндері үй тапсырмасын орындайды. Мінекей 7 күнде не істейтіні жайлы жазылған. Енді апта күндерін жазып шығуымыз қажет. Екінші суретте теледидар қарап жатқаны бізде мына жерде тұр. On Fridays, she watches TV. Демек, мына жерге Friday деп жазамыз. Next, мамасына көмектеседі. On Tuesday, she helps her mom. Tuesday деп жазамыз. Next, пианино сабағына барады. On Mondays деп жазамыз. On Monday. Next. On Saturdays. Бесіншісіне, алтыншысына достарымен ойнайды. On Saturdays. On Saturdays деп жазамыз. The next exercise 13. Read and tick. Дұрыс жауабын табуымыз керек. Біріншісінде бізде I have a shower in the morning деп айтамыз, I has деп айтпаймыз. Next, does they swim very well? Деген сөйлем бізде дұрыс емес. They'дің алдына do қоямыз, демек бізде дұрысы do they swim very well? Next, we don't like football. We doesn't like деп айтпаймыз. They don't speak English дұрыс жауабы болады, They'ден кейін көпшеге don't қоямыз. Сұраулы сөйлемде do the children play basketball? Көпше түр болғандықтан алдына do қоямыз. Plays болмайды. Алтыншысы he'дан кейін біз doesn't қоямыз міндетті түрде. He doesn't get up at 7 o'clock деп жазылады. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Арнауға тіркелуді ұмытпаңыздар.